Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздер әлемдегі ең атақты үлгерімі төмен оқушылар кімдер екенін білесіз бе? Иә, бүгін мен сіздерге осы оқушыларды таныстыратын боламын. Алдымен каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Альберт Эйнштейн ұстаздары мектеп бағдарламасын игеруге қауқарсыз деп санаған. Оған қиындық тудырған пәндердің бірі физика болған екен. Біз бүгінде оны фотоэлектрлі эффект заңын ашқандығы үшін Нобель сыйлығының иегері ретінде танимыз. Өнертапқыш Томас Эдисон 5 ай оқыған екен. Осы уақыт ішінде оның мұғалімдері бала үйде оқу керек деген кеңес берген. Олардың ойынша Эдисон дарынсыз болған. Мектепте Томас Эдисон өзінің құрдастарымен салыстырғанда үлгерімі өте төмен болды. Үйде оның оқуымен анасы айналысты. Бүгінде Эдисон жарықтың жұлдызына айналған. Дмитрий Менделеев химия ғылымының элементтерін зерттеп, Менделеев кестесі арқылы аты аңызға айналған. Дмитрий Менделеев бала күнінде сабаққа қарағанда төбелескенді жақсы көрген. Тіпті үлгерімі нашар болған. Бірақ табиғи дарынға шекара шектеу бола ала ма? Оноре де Бальзак жазушының анасы басқа адамға тұрмысқа шығып, перзентінің бетіне де қарамастан, Бальзакты басқалардың тәрбиесіне бере салған екен. Кейіннен ол Вандон мектеп-интернатына жөнелтіледі. Бұл жерде оны демалыс күндері де ешкім алып кетпеген екен. Бәрінен көңілі қалған бала тұйықталып, өз әлемінде өмір сүрді. Тастай еденге отырып, кітап оқитын болған. Оноре де Бальзак әдебиет әлемінде үлкен мұра қалдырған жазушылардың бірі. Есімі танылып, мәшһүр болған Бальзактың шығармаларын бүкіл Париж жұртшылығы асыға күтетін болған. Жазушы да жазудан жалыққан емес. 51 жылдық ғұмырында 98 кітап жазған, ал кейіпкерлерінің саны 2000-нан асып жығылады екен. Ал бүгінде есімі жиі аталатын Билл Гейтс нашар оқушылардың қатарында болыпты. Оқуға мүлде қызығушылық танытпаған ол мектептегі сабақты керексіз деп санаған. Ата-анасы оны қандай жолмен ынталандырса да оқуға еш зейін танытпапты. Соған қарамастан оның жетістігін әлем біледі. Гейтс Microsoft корпорациясының негізін қалаушы. Билл Гейтс әлемдегі ең бай адамдардың бірі болып табылады. Қазір зейнет жасында болғандықтан, ол көбінесе қайырымдылықпен айналысады. Гимназия оқушысы Антон Чехов бір сыныпта 2 рет оқуға мәжбүр болған екен. Бастауышта ол география және математикалық сауаттылық пәндері бойынша қиындықтармен кездескен. Ал 5 сыныпқа келгенде оған грек тілінен ұстаздары 2 деген баға қойған. Алайда бұл бағалар оның ұлы жазушы болып қалыптасуына кедергі келтірген жоқ. Уинстон Черчиллдің есте сақтау қабілеті төмен болған. Ол тек өзіне ұнаған сабақтарды ғана оқыған. Сол үшін ол үлгерімді онша маңызды деп есептеген жоқ. Алайда ол нашар бағалары үшін үнемі жазаланып отырған. Ата-анасы баласының білімді азамат болмағанына алаңдайтын. Бірақ 1953 жылы әдебиет саласы бойынша Нобель сыйлығының иегері атанды.